Ай мектеп. Ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Абай атамыз табиғатты сипаттаса, айналаға жан бітетін сияқты. Абай атындағы академиялық опера және балет театры, Абай операсы, Абай даңғылы, Абай ескерткіші. Аға, сіз қазақта ақын көп болған деп едіңіз ғой. Онда неге барлық жерде тек Абайдың аты жазылған? Дана, барлық жерде емес. Бірақ Абайға деген құрметтің ерекше екені рас. Оны қазақтың бас ақыны дейді. Неге? Ол несімен ерекше? Абай жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы. Ол ұлы ақын, ғұлама ойшыл, аудармашы, әрі композитор болған. Онда ол бала кезінен өте қабілетті болған шығар. Иә, Абай жасынан білімге құштар, өте алғыр бала болған. Анасы Ұлжан мен әжесі Зере өздері білетін ертегі, аңыз әңгімелерді Абайға көп айтатын болған. Ал әкесі Құнанбай Абайды Семейдегі Ахмет Риза мешіт медресесіне жіберіп оқытқан. Бұл медреседен Абай мұсылманша білім алып, түрік, араб, парсы тілдерін оқыған. Шығыс поэзиясы және сөз өнерімен, оған қоса математика, география, жаратылыстану ғылымдарымен танысқан. Низами, Науаи, Физули және басқа да шығыс әдебиет алыптарының өлеңдерін көп оқыған. Өз бетімен орыс тілін үйреніп, орыстың Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Щедрин, Некрасов сияқты ойшылдарының еңбектерімен танысқан. Кейін олардан аудармалар жасайды. Сонымен бірге ағылшын ғалымы Дарвиннің, әлемге әйгілі ақын Шекспирдің шығармаларын да оқиды. Осылайша дүние танымын кеңейтіп, білімін шыңдай береді. Әкесінің қалауымен ел ісіне ерте араласқан Абай тез есейіп, жастайынан сөз өнеріне, билердің шешендік өнеріне құлақ салып, бойына сіңіре білген. Сонда ұлы ақын болу үшін көп оқу керек екен ғой. Көп оқып қана қоймай, жинаған білімді халқының жақсылығына, елдің пайдасына жұмсай білуің керек. Абай өз шығармаларында үнемі халықты өнер мен білімге, адал еңбек етуге, халыққа пайда келтіруге үндейді. Қалың елім қазағым, қайран жұртым деп қазаққа жан ашып сөйлейді. Қазақтың баласына арнап жақсы мен жаман туралы көп айтқан. Иә, Абай атамыздың өсек, өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Бес асыл іс көнсеңіз деген жолдарында неден қашық болу, неге асық болу керектігі айтылған. Мен оны ұмытпай, есімде сақтап жүрем. Алан аға, мен үйдегі сөреден Абайдың аты жазылған 2 ғана кітап көрдім. Одан басқа кітаптары бар ма? Сұрағың өте дұрыс. Шынында да, Абайдың мұрасы көлемі жағынан үлкен емес. Сен көрген 2 кітап Абай өлеңдерінің жинақтары. Одан басқа Абайдың 45 қара сөзі бар. Олардың әрқайсысы көлемі жағынан шағын ғана, бірақ мағынасы өте терең. Жеке-жеке шығарма. Аға, мағынасы терең деген не? Оны қалай білеміз? Бұл сұрағың қиынырақ. Менің ойымша, терең мағына әр адам оқыған сайын жаңалық көре алатын ерекше туындыға тән болады. Қарашы, Ұлы Абайдың өмірден өткеніне 100 жылдан аса уақыт өтсе де, содан бері адамның өмірі қатты өзгерсе де, ақынның сөздері еш ескірген жоқ.
Рахмет аға. Мен Абай атамыз туралы көбірек біліп, оның айтқан сөздерін түсінгім келеді. Жүр ендеше, Абай атамыз туралы операны көрейік. Қайталайық. Абай. Абай жасынан білімге құштар, зерек болған. Анасы Ұлжан мен әжесі Зере өздері білетін ертегі, аңыз әңгімелерді құлағына құйып өсірсе, әкесі Құнанбай Абайды Семейдегі 3 жылдық Ахмет Риза мешіт медресесінде оқытқан. Бұл медреседен мұсылманша діни білім ғана алып қоймай, түрік, араб, парсы тілдерін және шығыс поэзиясы мен сөз өнерінің заңдылықтарын, математика, география, жаратылыстану пәндерін үйреніп шыққан. Шығыс әдебиетінің алыптары Низами, Науаи, Физули, Қожа Хафиз, тағы басқа ақындарының өлеңін жаттап өседі. Өз бетімен орыс тілін үйреніп, орыстың ұлы ойшылдары Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Щедрин, Некрасов, тағы басқаларының шығармаларымен танысады. Және олардан аудармалар жасайды. Сонымен бірге ағылшын ғалымы Дарвиннің, Шекспирдің шығармаларында оқиды. Осылайша дүние танымын кеңітіп, білімін шыңдай береді. Әке еркімен ел ісіне ерте араласқан Абай тез есейіп, жастайынан ел ішіндегі әңгімеге, сөз өнеріне, билердің шешендік өнеріне құлақ салып, өзінің ерекше талантымен бойына сіңіре білді. Абай өз шығармаларында үнемі жастарды өнер білімге, адал еңбек етуге, халыққа пайда келтіруге үндейді. Қалың елім қазағым, қайран жұртым деп, қазаққа жаны ашып сөйлейді. Қазақтың баласына жақсы мен жаманды көрсетіп беріп отырады. Абай атамыздың өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ 5 дұшпаның білсеңіз, талап, еңбек терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз деген жолдарында неден қашық болу, неге асық болу керектігі айтылған.